оқиса, мына Арыстанбап аталарың 7 жасар Қожа Ахметті тауып алғаннан кейін таңдайының астына құрма тастайды ғой, аманат беріп. Соған енді айтты дейді, енді соңғы тілегім жағы. Сізде бірінші сізге барып білесін, бізде жатып, мына Құдайдан мінәжат тілесін. Содан енді 4 жыл Құдайдың құдіретімен енді өмір сүрген Арыстанбап, енді мойнына жүктелген Құдайдың міндеті біткеннен кейін, аяқталғаннан кейін, тәні әбден тозған, өте көнекөз қария, содан дүниеден өтуге айналды дейді. Сонда айтты дейді, ей балам Ахмет, мен енді осы жердегі татар дәмім таусылды. Енді мен ана Тәңір тағалама қайтам. Енді ұлықсат берсе Тәңірім, пайғамбарымның жанынан мен жай алайын. Мен енді ақырғы сапарға аттанам, сен мені ақырғы сапарға арулап көрсетіп шығарып сал деп айтты дейді. Сонда енді өздерің ойлаңдар, 7 жасар бала не біледі ол? Сүйекке қалай түседі? Ол қайтқан кісі қалай жерлейді? Оны білмейді, тәртібін әлі оқымаған. Сонда жылап жіберді дейді 7 жасар бала. Атау, өзіңіз мынандай денеңіз алпамсадай, мен әлі еш нәрсе білмеймін, сіздің денеңізді көтеріп, мен қалай көрге саламын, мен қалай жалғыз өзім бұл міндетті атқарамын? Қиын ғой маған деп жылап жіберді дейді. Сол кезде Арыстанбап атамыз осы жан тәсілім етіп, осы көзінің жанары сөніп бара жатып айтты дейді, ей балам Ахмет, уайымдама, пайғамбарымыздың шарафатынан, шапағатынан маған Тәңір тағаланың назары түскен. Қазір мен жан тапсырғаннан кейін менің жаназамды шығаруға өзі Жебрейіл, Мәкәйіл, осы Ысрафыл періштелер өздері келеді. Сен тек осы жерде иман айтып басында тұрсаң болды деп дейді. Сөйткенше болған жоқ, Әзірейіл періште келді да жанын алды дейді. Соған енді денесі суып, енді жаңағыдай енді қатапты денеға. Солай болғанша болған жоқ дейді. Әзірейіл жанын алып кеткеннен кейін мына көктен Жебрейіл періште түсілейді. Оның қолында жаңағыдай үлкен мынандай жәннатта жасалынған, алтыннан жасалынған мынандай құман бар дейді, ішінде тола су, оның бәрі жаңағыдай пейіште ағатын бұлақтың суын алған дейді, мейрам су дейді, өлген адамды жуындырады. Түсіндер ғой, оны кейін дәу болғанда үлкен есейгенде көресіңдер сендер. Содан енді жаңағы Мәкәйілдің қолында мынандай алтын леген дейді. Содан бір қолдарында мына пейіште өшетін ағаштан жасалынған ағаш табыт бар дейді, ағаш ат дейді оны сол заманда. Содан енді Ысрафыл бар дейді. Оның қолында мына жәннаттағы хор қыздары киетін жібек мата екен, кебін содан жасаймыз деп. Содан келді дағыны тесте жаңағы ағаш табытты құрды дейді. Енді оларға не періштеге де алпамсадай денесін Арыстанбаптың табытқа ортаға қойды дейді. Сосын кім Жебрейіл періште ана қолына өзінің арнайы жуындыратын қолғабы болады, кебінен пішеді. Соның денесін жуып бастады да Мәкәйілге айтты дейді, су құйып тұр деп. Ана құманмен былай су құйып тұрды дейді. Содан енді жаңағы Ахметке айтты дейді, кішкентай 7 жасар бала ғой. Ахмет, сен үздіксіз мына кәлима айтып тұрды. Сонда ла илаха илlallah деп ана кәлима айтып тұрады 7 жасар бала. Соның денесін енді мұнтаздай қылып жақсылап жуындырып, одан құрғатып, үш қабат кебін дейді өлген адамды. Сосын тұртта енді жаназа шығарамыз деп тағыны осылай табытты көлденен қойды дейді, басын құбылаға қаратып. Сол кезде аспаннан 1000 миллиардтаған есепсіз, қисапсыз түбі көрінбейтін періштелердің бәрі Арыстанбаптың жаназасына қатысамыз деп осы Қазақстанның жерін жауып кетті дейді. Содан енді жаңағы имамдыққа Жебрейіл періште шықты айтты дейді, Ахмет, ей саған енді мына пайғамбарымыздың шапағатынан саған енді мына көкірегіңе хикмет ілімі дарды, көкірек көзің ашылды. Болашақта осы ілімді енді сен жалғастырасың. Енді сен бұл жерге Мәкәйіл мен Ысрафылдың ортасына алдыңғы сапқа тұр деп айтты үлкен адамдар сияқты. Содан енді жаңағыда Ахмет тұрып дейді, жаназасын шығарды дейді, бүкіл періште жылап жатыр дейді жаңағы. Содан бұл оқиға Сайрамда болып жатыр. Түсіндіңдер ме? Қанкөпір деген жерде. Содан бәрі періштелер кезек-кезегімен жаңағы табытты көтеріп тағыны осы отырардың етегіндегі мына жатқан жер бар ғой, қабірі. Тура осы жаққа қарап қаралы көшкізіп лек ана соңы ұшы қиыры көрінбейтін періштелердің бәрі жылап кетті дейді. Сонда періштелердің көзінен аққан жастың бәрі осы ұлы далаға тамшы болып тамды да, осы жердің бәріне осы береке дарып, осы біздің даламыздың бәрінің берекелі болып, мына дихандардың егінге қарық болатын содан екен дейді. Содан енді бұл жерге келді дейді, керсе періштелердің бір парасы уже көрді, қазып қойған. Содан айтты дейді, міне дене келді, енді жерлейміз. Содан жаңа лақатқа салды дейді, басын құбылаға қаратты дейді. Содан бүкіл періште мынандай бір уыс топырақтан алып салған кезде ана қабір толып қалды дейді. Мына қазіргі осы біз сол жерде отырмыз, жаңа періштелер келген жерде. Содан енді бәрі тұрып Ахметке көңіл айтты дейді. Ал Ахмет, мына бабаңның жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқалы болсын, барар жай жұмақ болсын, мінгені пырақ болсын, айналасы жанған шырақ болсын. Қош сау бол деп періштелердің бәрі көкке көтеріліп кетті дейді. Сол кезде Жебрейіл періште тағы да қысып Ахметтің маңдайына сүйіпті. Болды Ахмет, енді аманат
көзің ашылды. Енді пайғамбарымыздың шарафатынан, енді пайғамбарымыздың хақ жолы, осы салиқалы сүндеті, осы түркі даласынан тіріледі. Енді кілең ірі әулелердің көшін түркі даласынан сен бастайсың. Сен енді Әзірет Сұлтан әулелердің көшін бастайтын арифин боласың деп айтты. Түсіндер ғой? Соған тұрттағаны ал, енді болған іске болаттай берік бол. Енді ажал деген бұл Алланың әмірі. Бұл дүнияда ешкім тұрақтап тұра алмайды. Бәрі бұл дүниядан бұл дүнияға көшеді. Қош, сау бол. Мына кеудеңе дарыған хикмет ілімі құтты болсын, берекелі болсын. Осының құтты киесі осы ұлы даладан кетпесін деп айтты. Түсіндер ғой? Енді сендер болашақта өскен кезде, сендер де осы Арыстанбап аталарынан жеткен, Яссауи аталарын таратқан хикмет ілімін меңгеріп, көкірек көздеріңді ашып, осы жердегі халықтың бәрін надандықтан құтқарып, бәрі сондай жақсылыққа бастайсыңдар. Түсіндер ғой? Енді бұл қиссаның анығын, ақиқатын бір Алла тағала өзі біледі. Енді диваны хикметтен жеткен әңгіме сөйдейді. Енді бұрынғылардан жеткен әңгіме сондай болғаннан кейін не үшін айтып отырмыз бұны? Ертең сендер өсіп азамат болған кезде мына біздің көкелеріміз бізге бір есті әңгіме айтып қалдырмапты деп бізге ренжімесін деп аз кем сөз шығарып отырмын әне.